Мади олмаған медени мирасының қорчалывы үшін мукафатның лауреаты Сойдан келме чалғыжы Закарпатский велиятындың кеманижі виртуоз Алексей Тамишин олды. 85 яшына келіп, уч тақымда чалмаға аве, байрамларда чықышлар япмаға девам еті. Мукафат чалғыжыға репертуарында уникаль халық ерларыны сақлап қалғаны үшін берілді. Бұ ерларыны бабасы ве қартбабасындан мирасы олған. Бөлекі бұл мукафат Киевде Мевзуи конференциясы черчевесінде екінші кере берілі. Я 77 років як на скрипці граю. Мен кемане энді 77 ел чалам. Пек чоқ ерлар білем, да 100 ел евелсі қарбабам чалғанларына. Найголовніше, що сьогодні в цій залі є на нашій конференції. Ең esası бүгін біздің конференциямызда maddi olмаған байлықлар ташыйжысы олғаныдыр. Мемлекетіміздің ажайып анониміздің сақлап қалмалымыз. Ве бұны yapmaq үшін пек бұйығы ғайрет керек.